Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі бауырсақтар дайындайтын боламыз. Бауырсақтың ішін ашып көрсеттім. Міне жұмсақтығын өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Іші шикі болмай, осындай әдемі болып пісіп шығады. Адасымызға жарты стакан су, жарты стакан сүтті құйып, осылай бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді тұз, дрожж және аздаған шекер салып, осылай тағы бір рет араластырып жібереміз. Ұнымызды аз-аздан салып, қамыр істеуді бастаймыз. Енді осындай 30 граммдай сары майымызды алып, қамырымызды жақсылап билеп аламыз. Міне экранда көргендеріңіздей, қамырымыз осындай әдемі, орташа жұмсақтықта болу керек. Міне қамырымыз ашып, дайын болды. Енді алдымен қолымызбен жайып, одан кейін оқтаумен жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымыз тым жұқада, тым қалыңда емес, орташа болу керек. Әркім өз қалауына қарай осындай формалармен қамырымызды кесіп алатын боламыз. Ал енді дайын қамырларымызды алып, үстін жауып қоямыз. Жақсылап көтерілгенге дейін. Ал енді қызып тұрған майымызға осылай бірінен кейін бірін салып, әдемі қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Міне бауырсақтарымыз дайын, өте әдемі, әрі өте дәмді болады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міне барлығын ашып, ішін көрсеттім. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.